Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен етті пирог әзірлеп үйренетін боламыз, яғни ксенан деп айтсақ та болады. Ол үшін біздерге қажет дрож, 2 кесе суға осы дрожды салып аламыз. Толықтай мөлшерін төменге тастап кететін боламыз, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Бұл менде жаңартылған рецепт. Тұз салдым, қант салдым, майонез салдым. Енді осыларды араластырамыз және де үстіне ұн саламыз. Осылайша нан илейміз. Бетіне кішкене сұйық май құйып, нанымызды жауып қоямыз бетін. Көтерілгенше 15-20 минутта көтеріледі, өте тез көтеріледі. Міне дайын болды бізде. Енді пирогымыздың астына және үстіне 2 бөлікке бөліп қамыр аламыз. Астына кішкене үлкендеу, үстіне кішірек қылсақ жарайды. Міне, енді осыны жіңішке қылып илейміз. Міне дайын болды. Енді екіншісін дайындаймыз. Бұл бізде үсті болғаннан кейін кішірек бұл. Міне дайын болды. Енді мынау менде бұрыннан келе жатқан өте ескі күшті тава, бұған жабыспайды еш нәрсе. Осы табаға істеп жатырмын. Егер сіздер духовканың әдісін істейтін болсаңыздар, пергамент қағазбен істеңіздер. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Мынау менде фарш пен пияз. Ішіне дәмдеушілер қосылған. Енді бетін дұрыстап жабамыз. Біріктіреміз. Қалауымызша әдемілейміз осыны. Сосын қызып тұрған 180 градусқа 30 минутқа қойып аламыз. Міне дайын болды. Ортасын тесіп қоямыз. Сосын жұмыртқа жағып, бетіне күнжіт себеміз әдемілік үшін. Қалауларыңызша басқаша әрлесеңіздер де болады. Міне дайын болды. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар.